Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат және бүгін біз өткен апта болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Асу Алмабаев пен Азат Мақсумның UFC октагонына қайта оралуы, Астанада өткен Найза 55 турниріне қысқаша шолу, IBA тұжырымы бойынша Қазақстанның бокс чемпиондар кеші, Шавкаттың жекпе-жегі және де Жәнібек Әлімханұлының болашағы. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайында осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-де тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және жергілікті ММА мен бокс туралы актуалды ақпараттар шығып тұрады. Соларды көрсеңіздер болады. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Шавкат Рахмоновқа тоқталып кетейік. Батырымыздың жекпе-жегі осы аптаның соңында өтетін UFC 296 турнирінде өтеді. Соған орай Шавкат ағылшын тілінде алғашқы сұхбатын берген болатын. Morning Combat арнасына берген сұхбатында біраз сұрақтарға жауап берген болатын. Томпсонмен күресем бе? Бұл оның өзіне байланысты. Оның не істейтініне де байланысты. Менің ойымша, соққы алмасуда мен одан кем емеспін. Және де оны соққы алмасып жеңе алатыныма сенемін. Маған ең бастысы жеңіске жету. Бірақ әлбетте, уақытынан бұрын нокаутқа түсіруге немесе қылғындырып тастауға тырысамын. Басқалар неге бұлай жасамайды десеңіз, олар мен сияқты толығымен беріле алмайды. Мен сияқты қауіпке бара алмайды. Егер Томпсонды жеңсем, маған чемпиондық жекпе-жек беретінін білмеймін. Бұл UFC-дің өзіне байланысты. Менің ойымша, Билал Мұхаммед чемпиондық жекпе-жекке лайық жауынгер. Білуімше, ол Эдвард Сковиктің жекпе-жегінде қосалқы жауынгер болады. Әлбетте, маған чемпиондық жекпе-жек берсе, мен дайынмын. Мен 100% лайықты жауынгер екенімді білемін. Геннадий Геннадийұлы Головкин әлемдегі ең үздік боксшылардың бірі. Ол Қазақстанда және бүкіл әлемде өте танымал. Бұл жағынан Қазақстанда әлі ешкім одан асып түсе алған жоқ деп ойлаймын. Қазір ММА көбірек танымал деген болатын. Аты шулы UFC 296 турнирін тікелей эфирде тегін қарау үшін біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркеліңіздер. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Сонымен қатар, қалай ойлайсыздар, Стивен Томпсон Шавкат Рахмонов жекпе-жегінде кім жеңіске жетеді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Асу Алмабаев UFC сапындағы екінші жекпе-жегін жария етті. Батырымыз 9 наурыз өтетін UFC 299 турнирінде американдық CJ Вергарамен жұдырықтасады. 32 жастағы Вергара 2021 жылы Дана Уайт үміткерлер сайысы арқылы UFC-мен келісімшартқа қол жеткізді. Қос жауынгерде UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде Оды Осборнмен кездесті. Асу екінші раундта қылғындыру әдісімен жеңсе, CJ төрешілердің шешімімен есе жіберді. Бұл жекпе-жек жайлы Асу Алмабаев сұхбатында айтып кеткен. Жақсы қарсылас, жалпы жан-жақты екен. Біз де қалыспаймыз, оны зерттеп жеңіске жетуге тырысамыз. Келесі 2024 жылы үздік 5 рейтингіне кіруге тырысамын, және де чемпиондық жекпе-жекке жетуге әрекет жасайтын боламыз, деген еді. Осы жекпе-жек жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. 17-0 рекордына ие тағы да бір UFC-дегі қазақ жауынгері Азат Мақсум келесі жекпе-жегін жариялады. 3 ақпан UFC Fight Night турнирінде 15-3 рекордына ие тәжірибелі Нейт Маныспен кездеседі. 32 жастағы Нейт үздік өнер көрсеткен үшін UFC тарапынан 3 мәрте $50 000 сыйақыға қол жеткізген. Маныс мамыр айында Жалғас Жұмағұловпен жекпе-жек өткізуі керек еді. Алайда жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартты. UFC сапында 4-2 рекордына ие американдық жауынгер тек төрешілердің шешімімен Умар Нұрмагомедов пен Тагир Уламбековқа қылғындыру әдісімен есе жіберген. Азатқа қатардан екінші рет тәжірибелі және де мықты қарсыласты беріп келеді. Біздің ойымызша UFC Азатты арнайы сынап, тезірек топ 10-ға кіргізгісі келетін сияқты. Дегенмен Батыр бауырымызға осы жекпе-жекте жеңіске жетуін тілейміз. 6 желтоқсан Астана қаласында Найза 55 турнирі өткен болатын. Жергілікті промоушнымыз 16 жекпе-жек өткізіп 90% уақытынан бұрын аяқталды. Сол турнирде еліміздің атақты жауынгерлері өнер көрсеткен еді. Солардың әрқайсысына тоқталып кетейік. Еліміздің ең үздік жауынгерлерінің бірі Жасұлан Әкімжан осы Найза 55 турнирінде француз жауынгері Джейсон Панетке төрешілердің шешімімен есе жіберді. Осы жекпе-жектен соң Жасұлан былай деді: "Ассалаумағалейкум, барша қолдау көрсеткен бауырларыма рахмет. Маған көңіл айтудың қажеті жоқ. Аллаға шүкір, мен еркекпін, мұңаймаймын. Бүгін мен ұтылдым, ешқандай өкініш жоқ. Бірақ маған реванш керек. Бүгін өзімді толық көрсете алмадым. Бүгін менің күнім болмады. Жеңіспен қуанатын күндер әлі алда", деген болатын. Туымызды әлі талай әлемдік ареналарда желбіретеді деген ойдамыз.
7-2 рекордына ие Нұрбек Қабдырахманов Найза промоушнның жартылай жеңіл салмақтың чемпиондық белбеуі үшін Мұхаммед Эминовпен жұдырықтасты. 18-1 рекордына ие Дағыстан жауынгері ресейлік Fight Night промоушнның чемпионы және де СНГ-дағы ең үздік жауынгерлердің бірі. Бұл жекпе-жек алдында көбісі Нұрбекке сенбей, оны андердог ретінде көрген болатын. Алайда жекпе-жекке жақсы дайындалып, 3-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіп қана қоймай, жартылай жеңіл салмақта найза чемпион атанды. Нұрбек бауырымызды шын жүректен құттықтап, болашақта UFC сапында жекпе-жектер өткізуін тілейміз. Осы турнирдің Co-Main ивентінде Жалғас Жұмағұлов UFC-ден кеткен соң алғашқы жекпе-жегін өткізді. Оған қарсы тұрған жапондық Масата Накамураны Жако бірінші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Содан алдағы жоспарлар жайлы айтып кетті. Найзамен бір жекпе-жекке келісімшарт болды. Жоспар ары қарай жекпе-жектер өткізу. Саяттың не дейтінін күтемін. Мүмкін болса UFC-ге қайтып барғым келеді. Немесе де PFL-да өнер көрсету. Ұсыныстарды да көрейік. Мақсатым мұхиттың арғы жағында жекпе-жектер өткізу. Менің тәжірибем бар. UFC-де салмақ өлшеуден кейін небәрі 4 келі салмақ қосатынмын. Бұл жолмен бірден 10 келі жинап өзімді керемет күйде көрсеттім деген болатын. Жаконың келесі жекпе-жегін қай промоушнде көргілеріңіз келеді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. 15 желтоқсан Астана қаласындағы Билайн аренасында бокстан IBA чемпиондар кеші өтеді. Қазақстан атынан 51 келі салмақта Санжар Ташкенбай өзбекстандық Надиржон Мирзада Ахметовпен жұдырықтасады. 57 келі салмақта Махмуд Сабырхан кубалық Асфальдо Диаспен кездеседі. 63-те 5 келі салмақта Серік Теміржанов сербиялық Павел Федоровпен жекпе-жек өткізеді. 71 келі салмақта Қазақстан құрамының капитаны Асланбек Шамбергенов 20-да 4 рекордына ие мексикандық Мигель Барегамен кездеседі. 67 келі салмақта Дулат Бекбауов 12-де 0 рекордына ие ресейлік Харитон Аграбамен жекпе-жек өткізеді. 80 келі салмақта Бекзат Нұрдәулетов Никита Зонмен кездеседі. Ал осы бокс кешін 67 келі салмақтағы Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов африкандық Джабола Немехенседмен жұдырықтасады. Боксты қарағысы келетін жанкүйерлер үшін билеттерді арнайы заказ билет сайттан алсаңыздар болады. Ал боксшыларымызға жеңіс тілейміз. Алға Қазақстан! Жәнібек Әлімханұлы келесі жекпе-жегін ақпан айында өткізгісі келеді. Соған орай Джермал Чарлоға жекпе-жекке шақырту тастады. Менің сұрағым бар. Чарло менімен жекпе-жек өткізеді ме, жоқ па? WBO, IBF белбеулерінің иесі, WBC белбеуінің иесіне қарсы. Қане, бұл жекпе-жекті жасайық деген болатын. Жәнібекпен жекпе-жек өткізуге дайынмын деп Джермал Чарлоның өзі айтқан болатын. Сонымен қатар, Чарло үшін орта салмақтағы ең үлкен жекпе-жек Жәнібекке қарсы шайқас. Чарлоның не істемек ойы бар? Түсініксіз. Дегенмен Жәнібек бұған да жетіп, чемпиондық белбеуін тартып алады деген ойдамыз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесіде қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және біздің Телеграм мен менің жеке Инстаграм парақшама қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.